Жаман әдеттердің себебін қалай тауып, одан қалай арыламыз? 2012 жылдың соңында мен Ыстанбұл қаласындағы әйгілі Истиклал көшесіне жақын орналасқан үйдегі ескі пәтерде тұрдым. Түркиядағы 4 күндік сапардың жартысы артта қалған. Ал Майк есімді гид менің жанымда тұрған тозығы шыққан креслода демалып отыр. Майк кәнігі саяхат маманы емес еді. Мен штатында дүниеге келген қарапайым жігіт. 5 жыл бұрын Түркияға көшіп келген Майк маған осы қаладағы көрікті жерлерді көрсетейін деді. Мен қуана келістім. Сол күні кешке мені Майктың бірнеше түрік досымен бірге кешкі асқа шақырған. 7 адам жиналдық. Арамызда темекі тартпайтын мен ғана. Қасымда отырған түрік жігітінен темекіні қалай бастадың деп сұрадым. Достарым бәрі солардан басталады. Біреуі темекі тартып көрді, одан соң сенің де тартқың келеді деп жауап береді ол. Бір қызы бөлмеде жігіттер тең жартысы темекіні тастап кетті. Майк бірнеше жыл бұрын темекі тартуды доғарды. Зиянды әдеттен арылуға Аллен Кардың «Темекі тастаудың оңай жолы» деген кітабы көмектескенін үнемі айтып жүреді. Санадағы шылым бұғауынан босайсың дейді ол. Кітапта өзіңді алдауды доғар, темекінің зиян екенін жақсы білесің, темекі тартқан саған ұнамайды деп жазылған. Осы сөздердің өзінің темекінің құрбаны емес екенді ұғасың. Темекі тартудың қажеті жоқ екен есіне түсе бастайсың. Мен ешқашан темекіге әуес болған емеспін, бірақ осы кітапты бір қарап шыққым келді. Автор шылым тартушылардың темекіге деген стимулын бәсеңдететін қызықты стратегия ұсынған. Темекіге қатысты әрбір стимулды жүйелі түрде өзгертіп, оған жаңа мағына беріп отырған. Кар былай деп жазады: сен бір әдетіңнен құтылуым керек деп ойлайсың. Қателесесің. Шын мәнінде темекінің сен үшін ешқандай маңызы жоқ. Темекі ортаға қосылуға көмектеседі деп ойлайсың. Жансақ пікір. Сен темекісіз де адамдармен араласа аласың. Темекі күйзелістен құтқарады деп ойлайсың. Олай емес. Темекі жүйкені тыныштандыра алмайды, қайта одан бетер бұзады. Осыған ұқсас сөздерді қайта-қайта айта берген. Осыны есіне сақта деп жазады. Ол одан ұтылмайсың. Есесіне денсаулығың нығайып қана қоймай, сенімді болу, құрмет, еркіндік сияқты дүниелерге жетесің. Ең бастысы өмірдің сапасын арттырып, ғұмырын ұзарады. Бұл кітапты аяғына дейін оқып шыққан уақытта сіз үшін темекі әлемдегі ең жиіркенішті затқа айналады. Оның ешқандай пайдасы жоқ екенін түсінген кезде темекі тартуға себеп те қалмайды. Бұл мінез-құлықты өзгертудің екінші ережесінің кері баламасы. Ұнатпаңыз, бұл ойым сізге тым қарабайыр көрінуі мүмкін. Жай ғана ойыңызды өзгертіңіз. Сол кезде темекіні тастай аласыз. Осы тұста сәл кідіріс жасасақ. Қалау қайдан туады? Әрбір әрекет астарында жеңіл-желпі аңсар мен терең мағыналы мотив болады. Тамаққа аңсарым ауғанда мен тако жегім келіп тұр деймін. Неге тако жегіңіз келеді деп сұрасаңыз, мен тіршілік үшін маған тамақ жеу керек деп жауап бермейтінім түсінікті. Бірақ оның себебі тереңде жатыр. Яғни мен таконы тіршілік нәрі ретінде жеймін. Дәл қазір аңсарым тако тамағына ауып тұрса да, басты себеп ағзаның ас пен суға мұқтаж болуы. Басты мотивтердің бір қатарын атайық. Күш-қуатын сақтау, ас пен су табу, махаббат пен көбею жолдарын іздеу, басқа адамдармен байланыс және қарым-қатынас орнату, қоғамның мойындауы мен қолдауы, болашақтың бұлыңғыр болуынан сақтану, абырой мен дәрежеге жету. Қалау сана түкпірінде жатқан басты мотивтің айрықша белгісі. Адам миы темекі тартуға, Инстаграмды тексеруге немесе бейне ойын ойнауға деген құштарлықпен бірге жаралған жоқ. Бұл әрекеттеріміздің түпкі мақсаты бұлыңғыр болашақтан, сараюынан, арылуынан, ортаны мойындауы немесе белгілі бір мансапқа жетуі. Әдет қалыптастыратын кез келген мінез-құлықты алып қарасаңыз да оның жаңа мотивация туғызбайтынын, керісінше адам табиғатына
тән негізгі мотивтерге жармасатынын көруге болады. Махаббат пен көбею жолдарын іздеу, Тиндер, танысу сайты қолдану, байланыс пен қарым-қатынас орнату, Facebook қолдану, қоғамның мойындауы және қолдауы, Инстаграмға сурет салу, болашақтың бұрынғы болуына сақтану, Google арқылы іздеу, абырой мен дәрежеге ие болу, бейне ойын ойнау. Әдетте қалауды қанағаттандырудың заманауи шешімі, ескі кемшіліктің орнын жаңаша толтыру. Адам әрекетінің негізгі мотивтері ешқашан өзгермейді. Әдетте тарих кезеңдеріне байланысты ауысып отырады. Негізгі мотивке орай әркім әрқалай әрекет етуі мүмкін. Бір адам күйзелістен темекі тарту арқылы арылғысы келеді. Енді бірі сары уайымды жүгірудің көмегімен жеңеді. Бойдағы әдеттер пайда болған проблеманы шешудің үздік әдісі болуы шарт емес. Сіз бар болғаны өзіңіз білетін іс-әрекеттердің бірін таңдайсыз. Күрмеуі қиын мәселені оны бір шешіммен байланыстырған сәтте ғана бұл әдіске қайтадан ораласыз. Әдеттер дегеніміз сіздің белгілі бір дүниені қабылдауыңыз. Ол әдеттерді қайталау қажет пе, жоқ па деген сұрақтың жауабын үнемі болжап отырады. Бірінші ережені талқылаған уақытта айтқанымыздай адам миы айналада ақпараттарды қабылдап алып, қоршаған ортадағы сәйкес стимулдарды бірден таба қояды. Стимул көрген сайын ми оның үлгісін жасап, келесі бір сәтте не істеу керектігіне орай болжам жасайды. Стимул пештің ыстық екенін байқадыңыз. Болжам оған қол тигізсем күйіп қаламын, одан да тигізбей-ақ қояйын. Стимул бағдаршамның жасыл түсі жанғанын көрдіңіз. Болжам тезірек газды бассам жол айрықтан өтіп діттеген жеріме жетемін. Сол үшін тезірек газды басайын. Стимулды көрген бетте оны өткен тәжірибеге сүйене отырып жіктейсіз де қандай реакция сәйкес келетінін анықтайсыз. Мұның бәрі де өте жылдам болатын құбылыс. Дегенмен сіздің әдет қалыптастыру процесіңіз үшін маңызы зор. Өйткені әрбір әрекетке болжамдар түрткі болады. Біздің іс-қимылымызға өміріміздің өзі реакция беретіндей көрінеді. Алайда оның бәрі болжанған. Жаңа ғана көрген дүниені күні бойы ой елегінен өткізіп, өткен тәжірибені еске түсіріп, әрекет ету жолдарын ойлайсыз. Келесі сәтте не болатын болжауды бір сәт доғармайсыз. Сіздің әрекеттеріміз сол болжамдарға тікелей тәуелді. Басқаша айтқанда, адам баласы басынан өтетін оқиғаларды объективті бейнесіне қарай емес, өз көзқарасы тұрғысынан қалай талдаса, соған сәйкес әрекет етеді. Екі адам бір темекіге қараған кезде, біреуінің оның тартқысы келіп кетсе, екінші шылым иісіне жиіркену мүмкін. Бір стимул сіздің ол туралы болжаңыңызға орай екі түрлі, яғни жақсы және жаман әдетті оятуы мүмкін. Бұдан шығатын қорытынды: әдеттердің себебі дегеніміз сол іс-әрекет алдында болған оқиғаға жасалған болжам. Ол бізді қалау деп аталатын сезім, құлшыныс, ниет сияқты сезімдерге жетелейді. Сезімдер мен эмоциялар біз қабылданған стимулдар мен ойша жасаған болжамдарымызды түрлендіріп, жүзеге асыруға болатын мақсатқа айналдырады. Олар бізге дәл қазір қандай сезімде екенімізді түсіндіруге көмектеседі. Мысал келтірейік, сіз белгілі бір деңгейде жылуды немесе суықты сезінесіз, бірақ оны өзіңізде түсінбейсіз. Температура 1 градусқа төмендегенде ешқандай әрекет байқалмайды. Ал температура 10 градусқа төмендегенде сіз оны жылы киінесіз. Ауаның суығаны сізге стимул болды. Сөйтіп әрекет етуге итермеледі. Сіз күннің суық екенін үнемі сезіп тұрасыз, бірақ жылы киіну керектігіне орай болжам жасалғанда ғана нақты әрекетке көштіңіз. Қалау сізге бірдеңе жетіспей тұрғанын білдіретін сезім күйі. Ішкі күйіңізді өзгертуден туған қалау. Температура түскен уақытта денеңіз сезген суықтық пен оны жылы киімнің көмегімен өзгертуге болатыны арасында айырма пайда болады. Дәл осы айырмашылық сізді әрекет етуге итермелейді. Қалау қазір қайда отырғаныңыз бен болашақта қайда болғыңыз келетінінің арасындағы айырма. Өзіңізді басқаша сезінуге мотивация беретін кішкене ғана әрекеттің өзі
қазіргі күйіңізді өзгертуге итермелейді. Тамақты тойып жеп, темекі тартып, әлеуметтік желіні қостыңыз. Бұл жерде қытырлақ картоп, темекі немесе әлеуметтік желідегі лайктар сіздің қалауыңыз бола алмайды. Сіз өзіңізді басқаша сезінгіңіз келгендіктен осы әрекеттерді жасадыңыз деген сөз. Адам сезімі мен эмоциясы қазіргі күйді сақтап қалу керек пе, әлде өзгеріс енгізген дұрыс па деген сұраққа жауап береді. Дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі. Неврологтар адам сезімі мен эмоциясы әлсіреген уақытта шешім қабылдау қабілетінің нашарлайтынын анықтаған. Өйткені бізге жол нұсқайтын, әрекет етуге итермелейтін стимул жоғарылады. Нейробиолог Антонино Дамиссио мұны заттарды жақсы, жаман немесе қажетсіз деп бағалауға эмоция көмектеседі деп түсіндірген. Қорыта келе айтарым, сіздің ішкі қалауыңыз бен әдетіңіздің негізінен түпкі мотивтер тудырады. Әдеттер мотивке жүгінген уақытта сіз оған тағы да қайталағыңыз келеді. Уақыт өте келе сіз әлеуметтік желілерді қарау арқылы өзіңізді жақсы көруді, ал YouTube көру арқылы үрейді жеңуді үйренесіз. Әдеттер жағымсыз сезімдермен берілген қалыптасқан кезде ұнамды болады. Сонда ғана ол әдеттердің зиянын емес, пайдасын көре бастайсыз. Күрделі әдеттерді жеңілдету жолдары. Қалыптасуы қиын әдеттерді жағымды тәжірибемен байланыстыруды үйренген уақытта күрделі әдеттер ұнай бастайды, бірақ ойлау жүйесіне азғантай өзгерту енгізу қажет. Мысалы, біз бір күнде осыншама іс атқарылуы тиіс деп болжаймыз. Жұмыстан кешікпеу үшін ерте тұру керек. Бизнесте коммерциялық ұсыныс жасау үшін тағы бір рет қоңырау шалу керек. Отбасыма кешкі ас әзірлеу керек. Ал енді осы сөйлемдердің ішіндегі бірі ғана сөзді өзгертерлік. Сіз керек демей, оның орнына істей аламын деп айтып көріңізші. Таңертең ерте тұра аламын. Коммерциялық ұсыныс жасау үшін қоңырау соға аламын. Отбасыма кешкі ас дайындай аламын. Бір ғана сөзді алмастыру арқылы сіз әрбір іс-әрекетке көзқарасыңызды өзгертесіз. Жұмысқа ауыр міндет ретінде қарауды доғарып, қолдан келетін шаруа ретінде қарай бастайсыз. Біз қарастырған екі нұсқа да шындыққа жанасады. Сіз оларды істеуге тиіссіз, және оны сіз істей аласыз. Осы екеуін қайсысын таңдасаңыз да, таңдаудың дұрыстығына дәлел табу қиын емес. Бірде мен мүгедек арбасына таңылған бір кісі туралы әңгіме естідім. Біреулер одан мүмкіндіктің шектеулі болғаны қиын ба деп сұрайды. Сонда әлгі адам, мүгедек арбасы менің мүмкіндігімді шектемейді. Қайта соның арқасында азатпын. Бұл арба болмағанда төсекке таңылып, тіпті үйден де шыға алмас едім деп жауап беріпті. Ол өмірге деген көзқарасын осылай қалыптастыру арқылы баламасын да өзгерткен. Әдеттен кемшілік іздемей, артық тұстарына басымдық беру мақсатында оларға басқа көзбен қарауды үйрену, ой-сананы қайта қалыптастырудың, әдеттерді ұнамды етудің таптырмас жолы. Дене жаттығулары. Көпшілігіміз жаттығу жасауды қиын міндет деп есептейміз. Спорт жаттығулары күш-қуатымызды сарқып, әбден шаршататын сияқты көрінеді. Дене жаттығуларына машықтарды да дамытатын, болмысты жан ақырынан ашудың мүмкіндігі деп қараңыз. Таңертең жүгіруім керек деудің орнына таңертең төзімді шыңдайтын, ширақ болуды үйренетін уақыт деп айтып көріңіз. Қаржы үнемдеу, бір нәрседен бас тарту деген сөз. Үнемі шектейді деудің орнына еркіндікке жол ашады деп есептеңіз. Оны мына бір қарапайым қағидамен түсіндірейін. Осы айда үнемдеген ақшаңыз келесі айда қомақты зат сатып алуға мүмкіндік береді. Медитация. 3 секундтан артық медитация жасап көрген кез келген адам айналадағы дыбыстарға алаңдай бастайтынын жақсы біледі. Сіз медитация үзіліп қалғанда ашуланбай, қайта бұны тыныс түзеуге берілген мүмкіндік деп қабылдаңыз. Алаңдағанда тұрған ештеңе жоқ. Өйткені мол тәжірибе жинақтау үшін жаттығуды бірнеше рет қайталаудың пайдасы зор. Ойын алаңындағы қобалжу. Көпшілігіміз халық алдына шығып сөйлегенде немесе маңызды шараға қатысар алдында қобалжимыз.
жүрек қағысы жиілеп, денеміз тітіркене бастайды. Біз мұны жағымсыз сезім деп есептесек, бойымызды үрей билейді, өзімізді жайсыз сезінеміз. Ал егер осы қалпымызды ұстансақ, оған икемделіп, еңсемізді түсірмеуге тырысамыз. Мұндай жағдайда мен қобалжып тұрмын деген сөйлемді мен толқып тұрмын, ойымды жинақтау үшін адреналин бөлініп жатыр деген сөйлеммен алмастыруға болады. Ойды сәл ғана өзгерте салу сиқыр емес, дегенмен соның көмегімен белгілі бір әдетке немесе оқиғаға байланысты бастан кешірген сезімді өзгерте аласыз. Жақсы әдетке бір қадам жақындағыңыз келсе, мотивациялық рәсім жасаңыз. Ол үшін қалыптастыру керек әдеттеріңізді өзіңіз ұнататын әрекетпен үздіксіз байланыстырып отыру керек. Аз қамтый мотивация алу үшін осы стимулды пайдалануға болады. Мәселен, төсек қатынасы қарсаңында үнемі бір әнді тыңдар болсаңыз, сол әнді тыңдаған сайын төсек қатынасы еске түседі. Оған дайындаларда осы әнді қосып қоюға болады. Питтсбургтік боксшы және жазушы Эд Лайтмор осы стратегияны қолданады, бірақ оны өзі білмейді. Мұны мойындаудың өзі ыңғайсыз дейді ол. Бірақ жазуға отырғанда құлаққап киіп алсам, назарым мен зейінім шоғырланып, ойым жинақталады. Маған ол үшін үнемі музыка тыңдаудың да қажеті жоқ. Ол байқамастан осындай рефлекс қалыптастырған. Құлаққап киіп, өзіне ұнайтын музыканы қосқан соң жұмысқа кіріскен. Осы әрекеттен 5, 10, тіпті 20 рет қайталанған соң құлаққап кию әрекетін ойын жинақтаумен байланыстырған. Құлаққап киген сайын қалауын өзінен өзі оянатын дәрежеге жеткен. Спортшылар көпшілік алаңында шығарда осыған ұқсас стратегияны ұстанады. Мен де баскетбол ойнаған кезімде әрбір ойынға шығар алдында денемнің құрыс-тұрысын жазып, доп лақтыру рәсімін жасауды әдетке айналдырдым. Бұл әрекет ойын алаңында денемді қыздыруға ғана емес, психикалық ахуалымды ретке келтіруге де көмектесетін. Бұл рәсімді бәсекелестік және ойды жинақтау сезімімен байланыстыра бастадым. Ешқандай мотивация болмаса да, рәсімді аяқтаған уақытта ойынға дайын болып шығатынмын. Бұл стратегияны кез келген мақсатта қолдана аласыз. Мәселен, өзіңізді әлдеқайда бақытты сезінгіңіз келеді. Сізді не нәрсе бақытты ете алады? Бәлкім, көбікті хауызға шомылу, немесе итпен серуендеу керек шығар. Осыны анықтап алған соң, қай іс-әрекетті қашан жасайтыныңызды ойша жоспарлап алыңыз. Оны күн сайын сүйікті іспен айналысар алдында істейсіз. Мысалы, 3 рет терең тыныс алып, күлімдеуге де болады. Қане, 3 рет терең тыныстаңыз, күлімдеңіз. Етіңіздің басынан сипаңыз, қайталаңыз. Қайталаған сайын сіз терең тыныстау, күлімдеу әрекеттерін жақсы көңіл-күймен байланыстыруды үйренесіз. Бұл сізді бақытты екеніңізді білдіретін стимулға айналады. Бір-бірімен байланысты іс-әрекеттерді белгілеп алған соң, көңіл-күйді өзгерту керек уақытта дәл осы әрекеттерді қайталаңыз. Жұмыстан шаршадыңыз ба? 3 рет терең тыныс алыңыз, сосын күлімдеңіз. Мұңайып жүрсіз бе? 3 рет терең тыныстаңыз, күлімдеңіз. Әдет қалыптасқан соң стимул жан қалауын оятады. Жаман әдеттердің себебін іздеу және арылудың басты жолы. Онымен байланысты әрекеттерді еске түсіріп, соларды өзгертуге тырысу. Оңай емес, дегенмен болжамдарды қайта қарау арқылы күрделі әрекеттің өзін ұнамды әрекетке айналдыру қолыңыздан келетін іс. Түйін: мінез-құлықты өзгертудің екінші заңының кері баламасы ұнатпау. Әрбір әдеттің астарында терең мотив бар. Әдетте біз оны байқамаймыз. Әдеттер қалауды оятудың заманауи шешімдері. Әдеттердің себебі деп түпкі санамы жасайтын болжамды айтуға болады. Дәл осы болжамдар белгілі бір сезімді оятады. Жаман әдеттерден бас тартқыңыз келсе, олардың теріс жақтарын бөліп көрсетіңіз. Әдеттерді жағымды сезімдермен ұштастыра отырып, ұнамды етуге болады. Оны жағымсыз әрекеттермен байланыстыру арқылы ұнамсыз әрекетке айналдырамыз. Мотивациялық рәсім ойлап тауып, күрделі әдет қалыптастыру қарсаңында осы рәсімдерді орындаңыз. Баяу қозғал, бірақ кері шегінбе.
Флорида университетінің профессоры, фотограф Джерри Уэлсман алғашқы оқу күні студенттерді екі топқа бөледі. Аудиторияның сол жағына сан тобына кірген студенттер жайғасты. Профессор оларды атқарылған жұмыс санына қарай бағалайтынын ескертті. Оқудың соңғы күні ұстаз осы топтағы студенттер түсірген суреттерді санайды. 100 суретке өте жақсы, 90 суретке жақсы, 80 суретке қанағаттанарлық баға қояды. Аудиторияның оң жағында сапа тобына кірген студенттер отырды. Профессор оларды сурет сапасына қарай бағалады. Бұл топтағы студенттерге семестр бойы бір ғана сурет түсіруді тапсырды. Бірақ ол сурет өте жақсы, бағаға татитындай мінсіз болу керек. Семестр соңында оқытушы ең үздік студенттерді сан тобының студенттер түсіргенін байқайды. Бұл топтағы студенттер бүкіл уақытын сурет түсіруге арнайды. Композициямен, жарықпен түрлі тәжірибе жасайды. Фотозертханада алуан әдістерді қолданады. Олар сол арқылы қателіктен сабақ алуды үйренеді. Жүздеген сурет түсіру барысында шеберліктерін шыңдайды. Ал сапа тобының студенттер мінсіз суретті қалай түсіруге болатынын ойлаумен уақыт өткізеді. Семестр соңында оларды тексерілмеген теориямен бір ғана ортаңқол суреттен басқа ештеңе жоқ болып шықты. Бұл топтағы студенттердің қанша күш жұмсағаны сол күйі белгісіз болып қалды. Арықтаудың ең жақсы әдісін, бұлшықетті қатайтудың ең үздік бағдарламасын, қосымша ақша табудың мінсіз идеясын, өзгерістің тиімді жоспарын іздеп, уақыттың босқа кеткен сезбей қаласын. Біз ең үздік жолды іздеуге тым әуеспіз. Бір кездері Вольтер жазғандай, ең үздік дүние жақсының жауы. Мен мұны қозғалыста болу мен әрекет етудің арасындағы айырмашылық деп атаймын. Бір қарасаңыз екі идея ұқсайды, алайда екеуі екі түрлі нәрсе. Қозғалыста болған уақытта жоспар құрасыз, стратегия ойластырасыз және процесс барысында үйренесіз. Жақсы, бірақ нәтиже жоқ. Әрекет ету адамның нәтижелі іс-қимылының бір түрі. Мақалама арнап 20 шақты идея нобайладым делік. Бұны қозғалысқа жатқызуға болады. Үстел үстіне отырып, шыны мен мақала жазғаным. Әрекет. Ең жақсы диета іздеп, осы тақырыпта көптеген кітап оқу. Қозғалыс, дұрыс тамақтану, әрекет. Кейде қимылдаған пайдалы, бірақ ол өзінен өтсе нәтиже бермейді. Жеке бапкермен күніне бірнеше мәрте ақылдасуға болады, бірақ одан нәтиже шығуы екі талай. Жаттығу, әрекет дегеніміз осы ғана нәтиже береді. Қимылдың пайдасы болмаса, біз не үшін оны істейміз? Кейде шынымен де жоспарлау, немесе көбірек ақпарат алу керек болады. Адам көп жағдайда қатесіз жол іздестіру керек деген оймен қимылдайды. Сөйтіп көбіміз сыннан құтылу шебері болып алғанбыз. Сәтсіздікке немесе көптің сынына ұшырағанды ұнатпаймыз. Сол себепті сәтсіз болады-ау деген жолды таңдаудан қорқамыз. Сіздің де бірден әрекетке көшпей, әуелі жай қимылдай бастауыңыздың негізгі себебі осы. Сәтсіздікті кейінге шегере тұрғыңыз келеді. Қимылдасам жетістікке аз да болса жақындаймын деп ойлану оңай. Сіз іштей, қазір мен клиент болуы мүмкін, 4 адаммен келіссөз жүргізіп жатырмын. Дұрыс, осы бағытта жұмыс істеп жатырмын деп ойлайсыз. Болмаса, ойда жүрген кітапты қалай жазу керектігі туралы бірнеше жоспар дайындап қойдым. Бәрі өз уақытында жүзеге асады дейсіз. Қозғалыс сіздің қимылдап жатқаныңызды білдіреді, алайда сіз әлі ештеңе істеген жоқсыз, тек дайындық кезеңдесіз. Дайындық прокрастинация, кейінге қалдыру формасына айналып кетуі мүмкін. Мұндай кезде жай ғана жоспар жасау жеткіліксіз, дереу әрекетке көшкен жөн. Қандай да бір әдет қалыптастырғыңыз келсе, өзіңізді жетілдіру емес, қайталаудан бастаңыз. Жаңа әдетіңіздің әрбір ерекшелігін жоспарлаудың қажеті жоқ. Жай ғана әрекет етіп, тәжірибе жинай беру керек. Үшінші ереженің бірінші тұжырымы осы. Тағы да қайталау. Жаңа әдет қалыптастыруға қанша уақыт кетеді? Әдет қалыптастыру іс-әрекетті қайталай берген сайын автоматты түрде орындалатын деңгейге жеткізетін процесс.
Әрекетті қаншалықты жиі қайталасаңыз, ми құрылымы тиімді нәтиже беру үшін өзгере береді. Нейробиологтар мұны мидағы нейрондар арасындағы байланысты күшейтетін ұзақ мерзімді күшею деп атайды. Қайталай берген сайын бір жасушадан екінші жасушаға өтетін дабыл жақсара түседі және жүйкедегі байланыстар мейлінше бекиді. 1949 жылы нейропсихолог Дональд Хебб бірге қосатын нейрондар бірігеді деп сипаттаған. Бұл феномен Хебб заңы деп атпен танымал. Әдеттерді қайталау миды өзгертеді. Музыкант миындағы гитара шегін шерту немесе скрипка тарту сияқты дене қозғалысына жауап беретін бөлшегі. Мишықтың көлемі басқамен салыстырғанда үлкен екені анықталған. Математиктің есептеу шығаруға маңызды рөл атқаратын мидың төменгі төбе аймағында сұр зат мөлшері өзгеріп тұрады. Оның мөлшері адамның сол қызметке арнаған уақытымен тікелей байланысты. Математиктің жасы мен тәжірибесі ұлғайған сайын сұр зат мөлшері де көбейе түседі. Ғалымдар Лондондағы такси жүргізушілердің миына талдау жасап, мидың кеңістікті есте сақтау механизміне қатысатын бөлігі гиппокамп басқа мамандық иелерімен салыстырғанда көлемді екенін анықтаған. Бір таңғаларлығы, такси жүргізуші зейнетке шыққан соң гиппокамп көлемі кішірейді екен. Ұдайы спорт жаттығулары әсерінен шынығатын бұлшықет секілді адам миының белгілі бір бөлшектері де тәжірибеге сәйкес дамиды. Қолданыстан шыққан соң семіп қалады. Әрине, әдеттерді қайталау мен қалыптастырудың маңызы нейробиологтар бұл мәселемен айналыса бастағаннан әлдеқайда ерте мойындалған. 1860 жылы ағылшын философы Джордж Льюис жаңа тіл үйренгенде музыкалық аспапта ойнағанда немесе тосын әрекеттер орындаған кезде қиындық туады. Себебі мида оларды түйсініп қабылдауға арналған арналар қалыптаспаған. Дегенмен жиі-жиі қайталау ұзақ жолды қысқартып, қиындықты жеңілдетеді. Кейін ол автоматты әрекетке айналатын, сонша басқа нәрсені ойлап тұрсақ та орындай беретін дәрежеге жетеміз дейді. Адам пайымы да, ғылыми зерттеулер де бұл пікірді қолдайды. Қайталау өзгерудің формасы. Әрекеттерді қайталай берген сайын сол әдетпен байланысты белгілі бір нейрон тізбегін іске қосасыз. Демек, миға жаңа әдет бағдарламасын енгізуге көмектесетін маңызды қадамдардың бірі қайталау. Мыңдаған сурет түсірген студенттер шеберлігін шыңдаса, бір ғана мінсіз сурет түсіруді зерттеумен шектелген студенттер нәтиже шығара алмады. Бірінші топ белсенді түрде тәжірибе жасаса, екінші топ уақыттар үнемдеуіне өткізді. Біріншісі қимыл, екіншісі әрекет. Әдеттің барлығы көп күш қажет ететін тәжірибеден басталып, автоматизм деп аталатын дағдылы іс-әрекетке дейін бір-біріне ұқсайтын траектория бойымен дамиды. Автоматизм адамды түп саны билеген уақытта іс-әрекетті ойланбастан орындау қабілеті. Күнделікті 10 минуттық серуенді мысалға ала отырып, нақты бір әдеттің автоматты әрекетке айналу деңгейін бақылайтын кесте дайындалды. Кесте формасын ғалымдар қисық ілім деп атаған. Ол мінез-құлықтың өзгеруі туралы әдеттер, уақыт емес, жиілік негізінде қалыптасады дегенмен маңызды шындықты ашады. Маған жиі қойылатын сұрақтардың бірі, жаңа әдет қалыптастыру үшін қанша уақыт керек? Анығында адамдар жаңа әдет қалыптастыру үшін қаншалықты көп әрекет ету керек деп сұрауы керек. Дұрыс сұрақ. Әдет автоматты әрекетке айналғанша оны қанша рет қайталау керек? Әдет қалыптастырған кезде уақыттың қалай өтетіні туралы айтудың керегі жоқ. 21, 30, тіпті 300 күн өтуі мүмкін. Ең бастысы сіздің сол әрекетті орындау жылдамдығыңыз. 30 күнде бір істі 2 рет орындауға немесе 200 рет орындауға болады. Мәселе орындалу жиілігінде. Бойыңыздағы әдеттер 100, тіпті 1000 рет қайталанған соң бойға сіңіп кеткен. Жаңа әдет те сол сияқты жиі қайталауды қажет етеді. Іс-әрекет мида
әбден жатталып, әдеттер жолағын кесіп өтпейінше әрекеттерді бірнеше мәрте қайталауымыз керек. Тәжірибе барысында әдетті автоматты түрдегі әрекетке айналдыру үшін қанша уақыт кететіні маңызды емес. Ең бастысы прогреске жету үшін әрекеттену керектігін ұмытпаңыз. Сол сияқты әрекет толықтай автомат па, жоқ па, ол да маңызды емес. Әдеттер қалыптастыру үшін үздіксіз тәжірибе қажет. Ал осы тәжірибе барысында табысқа жетудің ең тиімді жолы жеңілдетіңіз деп аталатын мінез-құлықты өзгертудің үшінші ережесін ұстану. Келесі тарауда оның қалай жүзеге асатынын түсінесіз. Түйін: мінез-құлықты өзгертудің үшінші ережесі жеңілдетіңіз. Үйренудің ең тиімді тәсілі жоспарлау емес, тәжірибе жинау. Қимылдауға емес, әрекет жасауға ұмтыл. Әдет қалыптастыру іс-әрекетті қайталай берген сайын автоматты түрде орындалатын деңгейге жететін процесс. Әдетті бойға сіңіру кезінде оған арнаған уақыт емес, қайталау жиілігі маңызды.